умраға барушы адам мұсылман өзі негізі өзгерем деп барады ғой бірінші. Оның ниеті негізінде сол өзгеру. Қалай өзгереді? Ол әрине күнәдан арылу арқылы. Ең бірінші бұл умраның жалпы қажылықтың ең үлкен пайдасы бізге алып келетін. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам айтады өзі мүбарак хадисінде: "Әл-умрату илал-умрати каффаратун лима байнахума" дейді. Яғни бір умра екінші бір умраның арасында күнәлар каффарат дейді. Бұл не деген сөз? Каффарат, яғни ғалымдарымыздың айтуынша бүкіл кіші күнәлардың барлығын жуып тазалап жібереді ғой. Міне, ең үлкен жетістік осы. Ал енді қабыл болған, мәбрур болған қажылықтың несі, сыйы, пайғамбарымыз айтады ғой, оның илләл жанна дейді. Оның сыйы тек қана жәннат дейді. Демек, бұл сапарға о баста шыққан адам не істейді? Мен күнәдан арылып, Құдайға жақындап, тақуалығымды арттырамын, ықыласымды арттырамын, күнәдан тазарамын, мінез құлқымды өзгертемін деп барады ғой, міне көрдіңіз ба? Сол себептен пайғамбарымыз ескертті ғой, кімде-кім қажылыққа барып, бүкіл амалдарды жасап, шариғатқа сай, және күнә істерді істемесе, жаман сөз сөйлемесе, біреумен жанжалдасып, жағаласпаса, яғни сол шариғатқа сай, сүннетке сай, Алла Тағаланың ескертуіне сай амал жасап, сол қажылықты орындап келетін болса, ол анасынан жаңа туылған сәбидей пәк болып қайтады дейді. Қарасаңыз, яғни күнәдан арылған, күнәдан тазарған адам ол автоматты түрде не істейді? Оның мінез құлқы, оның тақуалығы артады, ықыласы артады, жүрегі тазарады. Әрине оның, яғни Алламен байланысы мықты болған адамның адамдармен де, қоғаммен де байланысы жақсы болады да. Бұл умра сапарының, қажылықтың жалпы әсері сұмдық қой. Бұны қарапайым сөзбен жеткізу негізінде өте қиын. Деген сөз, демек ол жерге адам не істеу керек? Өзі барып көру керек та. Умраға бару керек, сол Қағбаның жанында тұру керек, дұғасын жасау керек, тауабын жасау керек. Мінекей сонда барып не істейді? Ол адамның көзі жетеді да. Бірақ жаңа айттық, о бастағы ниеті түзу болу керек. Егер оның ниеті қыдыру болатын болса, барып қайтайыншы, әйтеуір балам билет алып беріп жатыр ғой, әйтеуір сол зияратты жасап қайтайын енді деген сияқты ниет болатын болса, онда Алла сақтасын. Немесе мені бәрі әйтеуір құдамды да, құдағиды да айтып жатыр, қажеке, қажы деп жатыр, мен де қалам ба деген сияқты ниет болатын болса, бітті онда. Оның қажылығы да қабыл болмайды, әлгі негізгі мақсат ол орындалмайды. Жаңа айтты ғой, пайғамбар ескертті ғой. Ол жердегі ниет, ықылас түзу болу керек. Және жаңа айттық, жанжалдасуға, күнә амалдар жасамау керек ол жерде. Мінекей сол кезде оның негізгі мақсаты орындалған болады да. Демек, умраға, қажылыққа барған адам өзгеру үшін барады, және елге келген кезде не істеу керек? Сол қасиетін, сол тақуалығын, сол ықыласын сақтау отырысы керек қой қолдан келгенше. Себебі қайтадан сіз ол жаққа барасыз ба, бармайсыз ба, оны Алладан басқа ешкім білмейді да. Алланың қалауымен 2012 жылы мен қажылыққа бардым. Сонда енді сөзбен айтып жеткізе алмайым, бірақ ең қатты әсер алғаным, ең алғашқы рет Қағбаны көрген кезде мен қатты әсер алдым. Айтып отырмын ғой, менің әдебиетім оған жетпейді, бірақ сондағы сезім менде әлі күнге шейін сақталады. Сол сезім әлі күнге шейін маған әсер етеді. Себебі телевизорден, телефоннан немесе білмеймін, әйтеуір жаңағы интернеттен Қағбатулланы көрсем, сол жүрегім қайтадан елжірейді. Ең алғашқы барған кезде әдеттегідей енді басыңды төмен салбыратып, мешіттен кіргеннен бастап Қағбаны көргенше, әйтеуір жанына жақындағанша сол басын көтермейсің ғой. Бұл әрине өте керемет амал. Пайғамбар саллаллаху алейхи өзі сол түйенің үстінде басын төмен салбыратып келген дейді ғой, жалпы бұл енді тарихтан білесіздер. Сонда ең алғашқы рет басымды көтеріп Қағбаға қараған кезімде енді өте ерекше бір сезім болды. Бір басқа бір әлемге кіріп кеткендей болдым да. Әрине алдымызда тұрған қарапайым тастан жасалған, матадан жаңағы қорғалған жамылғы бар үстінде бір зат қой тұрған. Бірақ ол Құран-ы Кәримде Алла Тағаланың аятында келген нәрсе ғой. Ол жер Құдайдың құдіретімен естеген, көмкерілген, Құдайдың берекеті жауып тұрған, тыныштығы орнап тұрған жер ғой ол жер деген. Сонау періштелерден бастап, енді тарихын білесіздер, сол Адам алейхиссаламнан бастап қанша пайғамбарлар бұл Қағбатулланы тұрғызды, арада жөнделген уақыттар болды, суалып кеткен жағдайлар болды. Ибраһим пайғамбарымның ең соңғы рет баласы ұлы Исмаил пайғамбар алейхиссалам мінекей Қағбатулланы тұрғызды. Сол уақыттан бастап миллиардтаған, триллиондаған халық осы жерге келіп зиярат жасап, құлшылық жасап жатыр ғой. Бұл тегін жер емес. Бұл өзгеретін жер, тазаратын жер,
жүрек, көкірек көздің ашылатын жері ғой мінекей. Ең алғашқы маған әсер осы Қағбатулланы мына екі көзіммен көрген кезде болды, менде қатты әсер болды. Сол әлі күнге шейін сол әсер менде қалып кеткен. Аңсаймын, жыл сайын барғың келеді, жаңа сағынасың. Бұны сөзбен айтып жеткізу өте қиын. Сертификат болсын, білмеймін, ақша болсын, бұл негізі бір байлықтан немесе бір атақ мансапқа байланысты нәрсе емес, бұл бар ғой. Бұл деген Құдайдың шақыртуымен болатын нәрсе. Алла нәсіп еткен адам барады. Миллиондаған ақшасы бар, қалаған уақытта мен барам деп адам бара алмайды ол жаққа. Алла нәсіп етпесе, яғни. Демек, сізге сертификат берілді ма, Алла тағала сізді шақырып жатыр. Алла сізге нәсіп етіп жатыр. Бұны түсіну үшін әрине тағы да енді жаңа білім керек, ықылас керек, бұған тақуалық керек, сенім керек, иман керек қой енді. Неше түрлі жаңа тәңіршілер болсын, атеистер болсын, сынап жатады ғой осын. Алла шақырып жатқан не істеген сияқты, мазақ қылған сияқты. Бірақ бұны түсіну үшін жаңа айттым ғой, иман керек деп. Демек, иманды адам, Аллаға сенген адам, сол Қағбатуллаға жолдама алып жатқан кезде ол не істеу керек? Үлкен өзінің жауапкершілік алып жатқандығын сезіну керек та. Яғни мен қазір сол сәттен бастап ол не істеу керек? Өзін рухани тұрғыдан, физикалық тұрғыдан не істеу керек? Дайындау керек қой. Яғни сіз жаңа айттым ғой, Қағбаға барып, зиярат жасап, пайғамбарымыздың хадисінде айтылғандай күнәдан пәк болып, елге оралғаннан кейін әрине не істеу керек? Сол атыңызға затыңыз сай болу керек қой. Себебі сізге қарайды жастар, сізге қарап туған туысқандарыңыз, басқа бауырларыңыз, апамыз, ағамыз, бауырымыз қажылыққа барып келді, өзгеріп келді ғой, тазарып келді ғой. Яғни сізді бір сондай бір былай жалпақ тілмен айтқан кезде бір әулие сияқты қарайды ғой енді. Керемет бір немен келді ғой жаңа деп. Енді не істеу керек? Әрине енді ол бәрібір періште болып кетпейді ғой. Қағбаға барып зиярат жасаған адам періште болып кетпейді, бірақ күнәдан тазарғаннан кейін ол адам не істейді? Рухани бір басқа бір қадамға аяқ басады да, рухани басқа бір деңгейге шығады. Мінекей сол жауапкершілікті сезініп, айналада туған туысқан бар, өсіп келе жатқан ұрпақ бар, бала-шаға бар, көрші қолаң бар, олар не істеу керек? Сізге қарап отырып үлгі алу керек қой. Мінекей мына кісі барып келді, өзгерді, демек мен де барсам сондай боламын ғой ертең. Қарашы қандай керемет мына кісінің иманын қарашы. Мешітке жиі барады, мешіттен қалмайды. Сөзі дұрыс болды, уәдесіне берік болды, керемет. Енді сондай бір өзгерістің көріп қалған адамдарда сізге еліктеп егерде сол умраға баратын болса, немесе намазға жығылатын болса, ойлай беріңіз. Яғни субханалла, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Хазірет Алиге айтқан сөз бар ғой. Сенің дейді бір адамның тура жолға келуіне, хидаят алу, яғни тура жолға түсуіне себепкер болуың дейді да, 100 қызыл түйеден де артық дейді да. Сол заманда қымбат болған, өте қазір де қымбат қой. Қызыл түйе деген жалпы өте бағалы зат болған сол заманда. Яғни бұл деген сөз бір адамның болса да тура жолға келуіне себепкер болу, бұны құнсыз деген сөз ғой. Бұны ақшаға балау мүмкін емес. Пайғамбарымыз ол жерде бір мысал ретінде адамдар түсінікті болу үшін айтып жатыр 100 түйе деп, бірақ негізінде ол құнсыз деген мағынаны білдіріп тұр ғой. Демек, жауапкершілікті не істеу керек? Терең сезіну керек қой. Бала да, ата ана да, жаңа айтып отырмын ғой, жолдаманы алып отырған сәттен бастап, ей Алла, сен шақырып жатырсың ғой, демек маған назар салып тұрсың ғой, Алла маған нәсіп еттің ғой осыны деп не істеу керек? Сол қадірін, Құдайдың сол мүмкіндіктің қадірін білуіміз керек та. Өте ондай жағдайлар өте көп болды. Енді мен армандап көп дұғалардың ішінде сұраған бір ерекше жалбарым сұраған менің бала шағам үшін әрине, және соның ішінде бауырларым үшін сұрадым. Алладан сұрадым, я Алла тағала, былай қарасам ішпейді, шекпейді ағаларым қасында жүрген. Енді мен біраз жырақта басқа өңірде қызмет жасадым, біраз арада біраз енді уақыт көріспей жүрген ағаларым ғой, енді сағынып бір жағынан сосын дұға жасадым да. Я Алла, мына осы ағам, мына жеңгелерім, мына ағаларым намазға жығылсыншы деп дұға жасадым да. Сол әлгі үлкен қажықтан оралып келген кезде мен соған куә болдым. Ағамның намазға жығылғанына куә болдым. Бір емес бірнеше ағам бірден келіп жаңағы жай намаз әкеп бердім, жаңа тәсбih әкеп беріп жатырмын ғой, сөйтсем бір жеңгем де намаз жығылып жатыр екен. Сонда бір ерекше өзім жеке бір қуысқа отырып алып бір еңіреп жылағаным бар. Я Алла, сұрадым, сен маған бердің ғой деп жаңа. Альхамдулилля, сол ағаларымыз қазір өзінің немерелерін үйретіп жатыр қазір. Намаз оқып жатыр, баласы намаз оқып жатыр, біреудің қызы намаз оқып жатыр. Альхамдулилля. Енді қазір есіме келіп тұрған сол бірден бір сол сұрадым, қажылықтан келдік, сол намаз оқымай жүрген ағаларым намазға жығылып кетті ғой. Альхамдулилля. Осыны ерекше айтуыма болады. Біздің ислам дінімізде мұсылманның мұсылманға бауыр деген мәселесі өте өзекті мәселе ғой енді.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иннамал муъминуна ихватун дейді Алла тағала. Расында шындығында әрбір мұсылман бауыр бір-біріне дейді ғой. Бауырлардың арасын десеңдер татуластырыңдар дейді Алла тағала. Бірақ осы бір шынайы бауырмашылдықтың көкесін осы Мекке қаласында және Мәдина қаласында көресің. Неге? Себебі ол жерде адамдар еңіреп жылап, жаңағы неше түрлі атақтысы бар, қарапайымы бар, лауазымдысы бар, бүкіл қызметтің бәрін тастаған, ихрам киімді киген, күнәдан арылған, сондай Аллаға сондай ерекше бір ықыласпен жылап еңіреп жақындап тұрған сәттер ғой енді. Неше түрлі ұлттар, миллиондаған түрлі түсті, әр түрлі тілде сөйлеп тұрған, сайрап тұрған мұсылмандарды көресің ана жерде. Оның түріне де қарамайсың, оның қызметіне де қарамайсың, немесе бір қап-қара жаңа терісін түсіне де қарамайсың. Сол әлгі бауыр деген ерекше бір қасиетті сол жерде сезінесің ғой. Оның түрлі түсінсең де түсінбесең де әйтеуір ана жерде ля иляха илlallah деп тұрған мұсылманды көрген кезде ерекше бір жақсы көресің. Мінекей бұл умра сапарында, Қағба сапары, жаңағы қажылық сапарында әлгі айтқан Құран аятының ерекше жаңа қасиетін сол жерде сезінесің. Яғни нағыз мұсылман біз бауырымыз ғой деп, дүниенің ана шетінен сен келгенсің, дүниенің мына шетінен ол келген. Құдайдың құдіреті сол жерде әлгі балға үймелеп, аралар үймелеп жатады ғой, құжынап. Сол сияқты бір жерде, бір мақсатта, бір ниетте Қағбатулланы тауып жасап отқан кезде қалай енді ана жерде бауырыңа қыспайсың, жақсы көрмейсің. Мінекей шынайы бауырмашылдықтың сипаты осы умра сапарында және қажылық сапарында көресің.